Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында суши дайындаймыз. Оған керек заттар: нори жапырағы, асылған күріш, қияр, сосын творожный сыр қолдандым мен. Алдымен нори жапырағымызға күрішімізді осылай орналастырып аламыз. Қиярымызды, творожный сырымызды ортасына салып, видеодағыдай ораймыз. Осылай орап, норидың жиегін сулап жібереміз, сол кезде жақсы жапсатын болады. Мен екі түрлі суши жасадым. Біреуі қуырылған болады. Оған керек заттары: бір жұмыртқа осылай араластырып аламыз. Сосын панировочный сухари керек. Жасаған ролымыздың біреуін алып, осылай жұмыртқаға ұнатамыз. Сосын панировочный сухариге ұнатып, майымызға қуырамыз екі жағын қызарғанша. Осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Мен екі ролды осылай жасадым, қуырып, қалғанын солай қалдырдым. Енді сушиларымызды кесеміз. Мен бірінші пышақты екі жағын сулап алдым. Сол кезде сушиларымыз ровно және әдемі болып, күріштер жабыспай жақсы кесілетін болады. Жасап көріңіздер, сіздермен болған Айзада.